Ассалаумағалейкум ардақты алаш жұрты, эфирде Ауылбай Ньюс. Бүкіл әлем туралы, қала туралы жаңалықтар өте көп. Ал ауыл туралы айтатын ешкім жоқ. Ал біз ауыл туралы айтамыз. Ауылбай Ньюс. Бізбен бірге болыңыздар. Мен жүргізуші Әлөк Дамбалбай. Біз бастаймыз. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз: Марат ағайды ит тістеп алғаны раст па? Ауылдағы ең қабаған ит кімнің иті? Кетікгүл апайдың кафесіне жалып түсті. Клиенттердің бұлай айту себебі неде? Ауыл сыртында тұратын Дүйсенбай ағаның сиыры жоғалып кетті. Бұл туралы тілшілеріміз не айтар екен? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы уақытта. Марат ағайды ит тістеп алды. Бұл жаңалықты қайдан естідік? Және де ауылдағы ең қабаған ит кімнің үйінде? Осы туралы тілшіміз Сәкөнай Бәкөнайұлы баяндайтын болады. Сәкөнай Бәкөнайұлы, сен бізді естіп тұрсың ба? Сәкөнай, бізді естіп тұрсың ба деймін? Мен кеме айтсышы бұл? Естіп тұрмын. Әлек әріптесім, сен естіп тұрмын. Мен Сәкөнай Бәкөнайұлы. Бүгін біз Марат ағайды қандай ит тістеп алғанын айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Немені біліп бәрін тоғырып кетті. Кетші бар үйіне. Ал кет, біз Марат ағайдың үйіне баратын боламыз. Ойбай. Достар, Марат ағай больницада жатқандықтан біз ақпаратты басқа жерден алатын боламыз. Ол үшін біз өжекші апайға барайық. Кеттік. Мінекей достар, осы жерде екен апайымыз. Сәлеметсіз, Сәлиме апасыз ба? Иә, Сәлиме апам, не қылды? Марат ағаны қай ит тістеген білесіз бе? Марат ағайды анау көрші Марат ағай ма? Ит тістеп алдым еді анау. Қабаған ит па? Осы айтамын ғой. Анау ауылдағы ең қабаған иттің кім екенін мен саған айтайын. Анау кім бәтим айтады маған. Ең қабаған ит Сәрсенбай екен дейді. Сәрсенбай, ол Сәрсенбайдың иті әбәдем жүру, тамағын ішеді, ұйықтайды. Ойбай, анау Бәтимамен екеуміз ұрысып, қырылысып жаман болып. Дұрыстап айтыңызшы, қайсысы қабаған ит? Мейлі ашып жіберіңіз ғой. Ойбай, қабаған ит па? Иә. Анау ауылдың сыртына Пәлөктен сұрасыңдар. Сол Пәлөктің үйінде әйтеуір иттер көп жүретін еді. Сөй айтпайсыз ба дезір? Мейлі ашып. Мінекей достар, біз Пәлөк ағайдың әрегендегін іздеп таптық. Ендіше оның итін көретін боламыз. Кеттік. Үйінде біреу бармыз. Жат, жат! Өрі-өрімесе қытыр бе. Не шығасың ба, белгіш бер. Келемесіне босан қорқ. Баян тұрсын қайт бесін. Енді босан кетті. Босан кетті. Күте, айбай, аяғым. Иә, құрметті көрермендер, біздің Сәкөнай Бәкөнайұлын ит тістеп алды. Сауап өзіне сол керек, байғұс соңғы кездері құтырып жүреді. Келесі жаңалықтар. Ауылдағы тамақты ең мықты пісіретін адамдардың бірі Кетікгүл апай. Кетікгүл апайдың кафесіне жалып түсті. Клиенттер неге тамақтарды ұнатпай жүр? Кетікгүл апай тамаққа не қосады? Осы туралы тілшіміз Дәнжө Пәнжө, яғни Дәнжө Қамшыбайұлы баяндайтын болады. Дәнжө, сен бізді енді естіп тұрсың ба? Иә, әріптесім естіп тұрмын. Микрофоныңды тағып ал. Тағып берсіңізші, тағып берсіңізші. Осы бір наушниктер нағымыздың яғын алдым. Бұл жырап айтып жүр. Осын жұмысқа алмақ қою керек, айттым бастыққа ше. Қайт сағат не де? Тақпай қойыңдаршы, қолдан түк көрмейді, айлықты неге алып жүрсің? Бекерге уақыт тұрды. Иә, достар. Достар, ана қолында немен ана? Микрофон, кет састыршы, кішкентай балдар. құрметті достар, біз қазір Кетікгүл апайдың асханасына барамыз. Неге оның асханасына жалып түскенін білеміз. 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 Неге оның асханасына жалып түск
Рахмет, апа, рахмет. Не үшін жамандай күшті екен ғой, тәтті екен ғой. Не үшін жабасың? Не, жалып түскен білесің бе оған? Жалып түскен білесің бе? Ой, шын. Что-то ішіме ауырып жатыр. Айттым саған жеме деп. Ішің ауырып жатыр ма енді? Туалет ана жақта бар. Құр. Түсіріп жатсың ба, Я түсіріп жатырмын. Құршы. Түсірік та енді. Түсірмеш. Ішің ауырып жатыр ма şimdi қатты? Шықсай бұл туалеттен ана аяқтау керек қойын. Сіздермен бірге болған Дәнчо Қамшыбайұлы. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ақбота, сен Азаметпен таныстықты жалғастырасың ба? Ондай болса, сендер сырласу бөлмесіне барып, әңгімелерін жазып. Нені? Қалаулым болып кетті ғой. Не, қандай сценарий? Білмеймін, мен мынаны алшы. Өзің сценарий бетіміз. Достар, енді біз жаңалығымызды жалғастырамыз. Өкінішке орай Дәнчо Кетікгүл апайдың тамағын жеп қойды. Дәнчоға сондықтан да демалыс беретін болдық, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сиыр жоғалды. Дүйсенбай ағайдың сиыры жоғалды. Дүйсенбай аға кеше ғана қалаға кеткен болатын, ал енді оның баласы ауылдың атаманы Пакетбас братаннан сұхбат алатын болады. Сұхбат алушы ол біздің тілшіміз Сәкөнай Бәкөнайұлы. Достар, бәйіндегіден кейіп менің аяғым тістеп алды. Сондықтан аяғымды кейіп ұстап берді. Құрметті қыздар, маған хабарласатын болсаңдар, астындағы нөмірге жазыңдар. Біз ондан... Кішкентай қой, не? Домашний сотка. Домашний телефонға кім хабарласып, шықпақсың сей ма? Онда агентіме жазыңдар. Агент, шын ба? Саған кім қарайды, құрып жүрді? Онда өздерін жүргізуіне жүргізбейме. Ойнамыз қой. Не олда ойнамай отыр қой, жүрші. Күші түспейм, мазоқтан өздері. Онда марония әперем. Коғыл әперсін. Маған коғыл әперем. Бір блок. Бақыла әперем. Онда тәпішке де әпересің. Тәпішке не істейсің? Тәпішке киіп отырып, мороженое жегенге жатырмын. Ақымас, не істеп кеттің, шын? Болмайтын сұрап. Түспесін, түспек қойып, жер қатын ұрғыз. Кім қат, бересің. Не сен? Құрметті достар, біз Пакетбас үйіне келдік, ол қазір сиырын жайып жатыр екен өріске. Өріс. Біздің сиырымыз жоғалып дейді, растасың? Мен атам сиыр ғой, Осың, кешаны еркес мақанның сиырым жоғалың ғой. Еркес мақан? Еркес мақан, атының еркес мақан. Нешін еркес мақан? Просто жүрген еркес мақансың. Мен сол сиырыңызды тауып береміз деп келіп біз енді. Ол бүгін түнде жоғалды ғой. Сендер оны қайдан мүмкін? Ешкім айтқан жоқсыз? Бізге хабар келді, эфирге жоғалды деп. Қандай хабар келді? Біз ешкімге айтқан жоқсың. Ол сендер ұлық кеткен жүзінен сол сиырды. Кете ғой түнде. Сол сендер ұлықсандар ауыздарында көрем. Скерінше тауып беру керек қой. Сендер тағы жоғалды ғой, одан кейін тауып беріп, бізді алдайын деп бердіңдер ма? Білдік сені. Сендер ұлық кеткенсіңдер болсын, өлтірем сендерді. Кетті ғой, оны керісінше біз сізге тауып беру үшін келдік қой. Қуа деген ғой, кеттіге. Эфир ғой. Қайдағы эфир? Сорлы. Сындырдан айлар камераны. Компанияң көңіл камера. 2 айден тегін жұмыс дейді алар. Зарплата алмайды. Өлтіретін аларды бастық. Камера сындырып. Сен камерада кетті олар. Мен кемез ол камера? Мен камерамын. Тұру. Қайда мен камерам? Шыме соларап кетті ма не? Я, сен камераңды ап кетті олар. Сонда жаңа сыған мен камерам ба? Мамайын айта мен өлтіреді ғой мені. Білмеймін енді камераға қарап өтпесін ба? Мына енді бағдарламамызды аяқтай енді. Құрметті көрермендер, егерде ауыл жаңалықтар сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңдер. Сат студио арнасы, Галөш продакшн. Мен Әлөк Тамбалбай, Дәнчо Қамшыбай, Сәкөнай Бәкөнайұлы, арнайы Ауылбай Ньюс. Әлөк өтекшім есіп тұрмын, әріптес. Әлөк. Әріптесім есіп тұрмын. Мен Сәкөнай Бәкөнайұлы қазір мен сендерге сізбен бірге болыңыз әдіңді. Жоқ, бір бастап. Біраз сағат өткен соң дейміз.
Марат ағайдың үйіне барамыз. Жоқ, айтсай. Ал Жаңа Құрметті достар, кеттік.